Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа арналған ерекше корейский бао булочки тағамын дайындаймыз. Құрамы өте қарапайым, көрінісі тәбет ашарлықтай. Менің каналымдағы осындай пайдалы рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын ашытамыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су, ашытқы, сұйық май, шекер, тұз қажет болады. Ең алдымен табаға сүт, су, шекер, тұз, сұйық май, дрожжымызды салып, артынан ұнды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Иленген қамырды бетін жауып, 1 сағат көтерілуге қалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет, қызыл болгар бұрышы, пияз, сәбіз қажет болады. Бізге қажет болған өнімнің барлығын видеодағыдай рет-ретімен ұзынша етіп турап дайындаймыз. Заттарымызды турап дайындап алдық. Енді табамызға май құйып, қызыған соң етімізді салып, жақсылап 5 минуттай қуырамыз. Қуырылған соң үстіне азырақ су құйып, бетін жауып, жарты сағаттай демдеп қоямыз. Үстінен пиязды салып, 1 шама қуырып аламыз. Артынан сәбізді салып, тағы 2 минуттай қуырып, үстінен туралған қызыл болгар бұрышымызды салып, оны да 1 шама қуырамыз. Дәміне қарай тұзын, соя соусын қосып, теркадан өткізілген чесногымызды салып, азырақ қуырып, бетін жауып, 5 минуттай демдеп қоямыз. Ашыған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, суалай етіп, орташа қалыңдықта жаямыз. Жайылған қамырды домалақ размерде бөліктерге бөліп, кесіп аламыз. Кесілген қамырдың ортасына сұйық май жағып бүктейміз. Қамырымыз біткенше осылай арасына май жағып, бүктеп, листерге жайғастырып шығамыз. Отқа қойып 25-30 минут пісіреміз. Біздің тәбет ашатындай корейский тағамымыз дайын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Ас болсын.